Қонаев те Назарбаев бір биліктің екі беті. Қоғамдық санада Дінмұхамед Қонаев пен Нұрсұлтан Назарбаев көбіне саяси антиподтар ретінде қабылданады. Біріншісі кеңестік Қазақстанның алтын дәуірінің символы, екіншісі тәуелсіздік мемлекеттің бейнесі. Алайда идеалданған образдардан арылсақ, екеуі де бір жүйенің өнімдері. Кеңестік номенклатурадан тәрбиеленген, биліктің бірдей ережелерімен әрекет еткен қайраткерлер. Назарбаевтың саяси өрлеу Қонаев дәуірінде басталды. 1970 жылдардың соңында Қонаевтың қамқорлығына ие болып, оның сенімді кадрларының қатарына кірді. Қонаев оның мансабына қолдап, билікті басқаруда негізгі принциптерін дарытты. Жеке адал адамдардың кадрлық тік иерархия құру, саяси алаңды бақылауды ұстау, орталық пен жергілікті элита мүддерін тең ұстау. Қонаев кезінде ірі құрылыстар мен индустрияландыру жетекшінің жеке еңбегін ретінде көрсетілсе, Назарбаев кезінде экономикалық өсім мен мұнай буны сол рөлді атқарды. Екі жағдайда да бұл жетістіктер саяси легитимділікті нығайту құралы болды. Оппозиция мен балама ықпал орталықтары жойылып, билік жүйесі жеке тұлғаға сүйенді. Бүгінде Назарбаев рушылдық пен жемқорлықта айыптайды. Бірақ негізгі отбасылық достық басқару моделі, сенімді адамдардың негізі қызметтерге қою тәжірибесі Қонаев дәуірінде ақ қалыптасқан. Айырмашылық: Қонаев Мәскеуге қатаң бағынышты жағдайда жұмыс істеді, ал Назарбаев тәуелсіз Қазақстан мен нарықтық экономика жағдайында. Бұл екі тұлғаны патриот және елді сатып кеткен деп бөлу саяси мифтің нәтижесі. Шын мәнінде олардың билік жүргізу тәсілдері бірдей болды. Екеуі де билікті жалпыға ортақ институт емес, лидердің жеке ықпал аймағы ретінде қарастырды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл екі тұлғаны шынымен соншалықты айырмашылыққа ие ме, әлде бір биліктің екі беті ғана ма? Пікірлеріңізді жазыңыздар және жазылымды ұмытпаңыздар.